Сәлем достар, сіздермен Әсия. Асқабақтан өте пайдалы сорпа жасаймыз. Асқабақ бауырды тазалайды, көздің көруін жақсартады, шлактардан тазартып, асқазанның жұмыс істеуін жақсартады. Менімен бірге осы сорпаны жасаңыздар, видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліңіздер. Каналыма кірсеңіздер, ерекше қолөнердің түрлері мен дәмді рецепттер және денсаулыққа пайдалы видеоларды таба аласыздар. Ендеше сорпамызды жасап бастайық. Бізге асқабақ, бір дана картошка және бір дана пияз қажет. Алдымен пиязды ұсақтап турап аламыз. Табамызды қыздырып аламыз. Одан соң үстіне сұйық май және сары майды саламыз. Майымыз толық еріп қызғаннан соң пиязды салып, ортаңғы отта қуырамыз. Одан соң картошканы 6-8 бөлікке бөліп тураймыз. Пияздың үстіне картошканы салып, оны да араластырып қуырамыз. Енді асқабақты тураймыз, көлемін картошканың көлемі секілді етіп бөлеміз. Енді табамызға асқабақты салып, барлығын араластырып қуырамыз. Ұзақ уақыт қуырудың қажеті жоқ, 1 минут қуырсақ жеткілікті. Одан соң үстіне дәміне қарай тұз салып араластырамыз. Енді үстіне асқабақ батып тұратындай етіп су құямыз. Табаның қақпағын жауып, газдың төменгі отында асқабақ пен картошка піскенше қайнатамыз. Міне бізде осылай асқабақ пен картошка осылай езіліп пісу қажет. Одан соң блендердің көмегімен пюре жасаймыз. Міне бізде сорпамыз бір келкі пюре болып шықты. Енді үстіне 10-15% сливки құямыз. Міне барлығын енді бір келкі етіп араластырамыз. Біздің асқабақтан жасалған пайдалы сорпамыз дайын. Жасалу жолы өте оңай. Аптасына 1 рет жасап ішсеңіз, бауырыңызды тазалайды, асқазанның жұмыс жасауын жақсартады. Осы рецептпен жасап көріңіз және рецепті өзіңізге сақтап алыңыз. Бұл видео сізге пайдалы болса, каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Астарыңыз дәмді болсын.